Сандарды бөлудің оңай тәсілі. 6-ны 3-ке бөлетін болсақ, алдымен 6 дөңгелекті тігінен салып аламыз. Одан кейін нешеге бөлеміз? Мысалы, 3-ке бөлетін болсақ, демек 3 сызық қоршау көлденеңінен сызамыз. Яғни бөлгіш бізде 3, демек 3 рет бөлеміз сары қоршаумен. Демек, әр қатарда 2 дөңгелектен бар. Олай болса 6-ны 3-ке бөлгенде 2. Немесе тағы бір басқаша жолы, яғни 6-ны 3-ке бөлетін болсақ, алдымен 6 дөңгелекті тігінен салып аламыз. Одан кейін әр дөңгелекке сандарын жазып қоюға 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6 екенін білдіртіп. Одан кейін тігінен 3-3-тен қоршауға болады. Бір қоршауға 3-еуін, келесі бір қоршауға 3-еуін бөлек саламыз. 4 бұрышпен қоршаймыз. Демек, барлық сыртқы тік 4 бұрышты қоршаулардың саны 2. Олай болса, бұл жерде дөңгелектер, бұл бөлінгіш, мұндағы бөлгіш 3, мінекей. Немесе бұлай тігінен мынадан да көрсетуге болады. Одан кейін мына бөліндінің мәні бұл қоршаудың сызығы. Ал мұнда мына көлденеңінен қатардағы әр қатардағы бірдей дөңгелектер. Яғни 2-ден. Мұнда да 2, мұнда да 2. Мұнда бір таңбалы сан болса, енді мұнда 2 таңбалы санды 1 таңбалы санға бөлу. 12-ні 4-ке бөлетін болсақ, тігінен 4-4-тен саламыз. Яғни бөлгіш 4. 4 дөңгелек, 4 дөңгелек. Барлығы 12 бөлінгіш. Енді 4 бөлгішті, яғни әр 4 бөлгішті бір-бірден қоршап шығамыз. 4 бұрышты сарғыш қоршау мінекей. 4-4-тен қоршаған кезде барлық қоршаулардың саны сарғыш. 1 қоршау, 2, 3 қоршау. Олай болса 12-ні 4-ке бөлгенде бөліндінің мәні 3-ке тең. Енді қалдық сан шығатындай етіп сандарды мысал ретінде аламыз. 14-ті 5-ке бөлу. Алдымен дөңгелектердің 14-ін салып шығамыз. Дөңгелектерді тігінен де салуға болады, немесе көлденеңінен де салып шығуға болады. Яғни 5-5-тен. Себебі 14-ті 5-ке бөлеміз. Бізде бөлгіш 5-еу. 5-5-тен соңғысы міне 4-еуден келіп тұр. Біреуі жетпейді. Яғни қалдық сан шығады бұл жерде. Енді әрбір бөлгіш 5 дөңгелекті бір қоршауға саламыз. Сары қоршауға. 1 қоршау, 2 қоршау. Демек 2 бүтін сан және 1, 2, 3, 4. 4 қалдық. 14-ті 5-ке бөлгенде 4 қалдық. Енді 12-ні 3-ке бөлу. Алдымен 12-ні 3-ке бөлу үшін 12 дөңгелек салып аламыз. Бөлінгіш 12 дөңгелек. Тігінен салып аламыз. Көлденеңінен де салуға болады. Әйтеуір 12 болу керек. Енді бізде бөлгіш 3. Олай болса 1 қоршаудың ішіне 3 дөңгелекті қоршаймыз сары қоршаумен. 3-3-тен қоршап шығамыз. Енді қоршауларымыз санаймыз. 1 қоршау, 2, 3, 4 қоршау. Олай болса 4 қоршау немесе 4 бөлік деуге де болады. 12-ні 3-ке бөлгенде тең 4. Сандарды бөлудің осы тәсілінде біз бөлетін санымыз, яғни бөлінгіш тігінен дөңгелектермен белгілейміз алдымен, немесе көлденеңінен де белгілеуге болады. Одан кейін бөлгішімізді қоршаймыз. Бөлгіш екінші тұрған сан. Одан кейін бөліндінің мәнін табу үшін сол қоршаулардың барлығын санаймыз. Дөңгелектердің барлығы бірігіп бір қоршаудың ішінде тұрады. Сол сары қоршауларды санап шығамыз. Сол кезде бізде бөліндінің мәні табылады. Балалар, бөлудің бұл тәсілі
Бұнда біз дөңгелектер саламыз, одан кейін оны қоршаймыз және қоршауды санаймыз. Егер көп таңбалы сандар болса, онда көп дөңгелектерді қоршап отыруымызға тура келеді. 21 беттегі 5 есеп асы шарты: ерлерге арналған 40 плащ тігу үшін 200 метр мата қажет. Ал 60 метр матадан дәл осындай қанша плащ тігуге болады? Шешуі: 200 метр матаны 40 плащ, яғни санына бөлеміз. 200-ді 40-қа бөлеміз. 5. Енді 60 метр бөлу, міне шыққан сан 5. 60 метрді 5-ке бөлеміз. 12. Олай болса, жауабы 60 метр матадан дәл осындай 12 плащ тігуге болады. 5-тің әсінде шарты шешу жауабын жазамыз және кем десе азайтамыз. Осылайша қанша метр матадан плащ тігу қажет екенін табамыз. 21 беттегі 7 есеп: теңдеуді оңайластырып алуымыз керек. X көбейту 6 тең 50 қосу 310. Қайтадан x көбейту 6 деп жазамыз. Тең, мына екеуін қосып аламыз. Қосындының мәні 360-қа тең. Енді 360-ты қайтадан жазамыз. Мұнда көбейту тұрса, керісінше бөлеміз. 360-ты 6-ға бөлеміз. 360-ты 6-ға бөлгенде x тең 60. X, яғни әріптің мәні табылды. 60 көбейту 6 тең 360. 50 қосу 310, тағы да 360. Демек 360 пен 360 екеуі тең. Теңдеуімізді тексердік, дұрыс екен.